есеп 26 есеп 180 саны және 168 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішінің 8-ге көбейтіндісін табыңыз деліп тұр. 8-ге көбейтіндісі. Сонда әр санның біз ең үлкен ортақ бөлгішін таба аламыз. Оны біз қалай табамыз? Санды жазамыз да, оны 2-ден бастап 1-ге дейін бөлеміз. Соңында 1 дейтін жауап шыққанға дейін оны бөлеміз 2-ге дейін. 182-ге бөлген 90 шығады. 92-ге бөлінеді, сол үшін 2-ні жазамыз 45. 45 бізде енді 2-ге бөлінбейтіндіктен 3 жазамыз. Сөйтіп өсу ретімен кетеді. 3 жазғанда біз 15. 15 бізде қайтып 3-ге бөлінеді. Ол менде 5. 5 бітті, біз 5-ге бөлеміз, сосын 1 қалады. Ең үлкен ортақ бөлгішті біз осылай табамыз. Және келесі 168-ді табатын болайық. Оны біз 2-ге бөлеміз. 84 қайтадан 2-ге бөлеміз. 42 қайтадан. Бұл бізде 21. 21-ді біз 3-ге бөлеміз. 7 бөлінген 7 1 болады. Енді біз оның ортақ бөлгішін табу үшін бізде мына жерде қанша бірдей сан бар екенін айту керек, табу керек. Мына жақта менде 2 1 2 бар, 2 2 бар. Мына жаққа 2 деп жазамын. Тағы 2 бар. 2 санда. Көбейтілген деймін да, 2 деймін. Так, 3 бар менде. 3 бар. Көбейтілген 3 деймін. Енді мына жақта 3 1 3 5 2 7 дейтіндер олар жоқ. Парный болу керек. Және мына жақта 1 1 бар, оны жазудың қажеті жоқ. Бірақ жаза салайық. Сонда бізде бұл 4 12 дейтін жауап шығады екен. Біздің есебіміздің берілгенде 8-ге көбейтіндісі деп сұрап тұр екен. Сонда біз 12-ні көбейтеміз 8-ге. Бұл бізде 96-ға тең болады. Ол менде С жауабында тұр екен.